Ал Есіл ауданы Горный ауылында жаңа су тарату станциясы ашылды. Осылайша ширек ғасыр сапасыз су ішіп келген тұрғындардың арманы орындалды. Бұл мақсатқа облыс бюджетінен 32 миллион теңге бөлінді. Ауылдықтардың қуанышына әріптесім Аманжол Нұртайзин ортақтасты. 53 жыл бойы Горный ауылының тұрғындары мына су қойманың суын пайдаланатын. Айта кеткен жөн, мұндағы судың радиациялық мөлшері нормадан асады. Бұл әрине денсаулыққа тигізер залалы көп. Ресми түрде су тарату қосыны 80 жылдары жабылған болатын. Кейін ауылдықтардың күшімен қайта қосылды. Суда улы заттардың болуына қарамастан тұрғындар оны бүгінгі уақытқа дейін пайдаланып келді. Райымжан Исеновқа су жыры бұрыннан таныс. Енді міне горныйлықтардың мәселесі шешімін тапты. Ауылда облыс әкімінің тапсырмасымен таза ауыз су тарататын станция ашылды. Осы уақытқа дейін маңайымызда көптеген бұлақтар болса, осы күнге дейін таза емес суды ішіп пайдаландық. Міне бүгін елімізде үлкен той. Бізге жақсы су әкеп, енді халқымыз осы елі қуаныштары қойларына сыймай жатыр. Бағдат Иралинаның Горный ауылында тұрып жатқанына 15 жыл болған. Осы уақыт аралығында ол барлық ауылдықтар сияқты радиацияланған суды пайдаланатын. Кей кездері тіпті жақын маңда орналасқан ауылдарға барып, тіршілік көзін сатып алып жүрген. Ауылдың ішінде ешқандай ауыз су алатын мүмкіндік болмағаннан кейін сол аварийный жағдайда тұрған, және де ішуге жарамайтын болса да, содан алуға мәжбүр болып тұрдық. Міне 15 жыл бойы сол құдықтың қызығын көрдік десек те болады, бірақ қарап отырсақ, өзіміздің денсаулығымызға да көп зиян тигізгеніміз көрініп тұр. Таза суымыз өзіміздің қол астымызға келіп, енді содан су ішіп, бәріміз де ауылымызда көркейіп, балаларымызда денсаулығы нығайып, енді осы арманымызға жеттік деп ойлаймын мен. Жаңа су станциясы барлық заманауи талаптар бойынша жабдықталған. Мұнда тіршілік көзі толықтай тазартылып, тұрғындарға жеткізіледі. Судың да сұрауы бар дейді. Бұл суды енді ішуге ғана пайдалану керек деп ойлаймын. Вокруг нашего села везде источники минеральной воды. И вот мы не могли пользоваться именно вот. Надо было именно подойти к этой жизни, правильно, к этому времени, чтобы нам подвели, правильно, так что ли? Спасибо большое всем. Вкусная очень, видно, что чистая. Вот мы много лет какую воду пили, разница большая. Этот объект, финансовые средства были выделены в конце прошлого года. В сумме 32 миллионов тенге. Биыл өңір басшысының тапсырмасымен су мәселесі шешілді. Облыс бюджетінен бөлінген 32 миллион теңгеге жаңа су станциясы тұрғызылды. Енді жұртшылық таза ауыз суды пайдалана алады. Айта кеткен жөн, тіршілік көзі тексерістен өтіп, арнайы фильтрлер арқылы тазартылып берілуде. Бүгінде қолданысқа берілген станция екі бірдей ауылға су таратпақ. Ол Горный және Жамбыл елді мекендері. Мұнда барлығы 600-ге тарта тұрғын бар. Айта кеткен жөн, осы сынды су станция Есіл ауданы бойынша 8 ауылда орналасқан. Аманжол Нұртайзин, Орал Амренов, ақпарат.